Жұмысқа келдім. Машинамды тексеріп алайын. Бәрі жақсы ма екен? Бәрі ойдағыдай. Бәрі жақсы. Енді жұмыстағылар тексеріп шығайын. Жағдай қалай екен? Машинаға өтін жақ қалай екен? Бәрі жақсы. Енді ішті тексеріп шығайын. Бәрі жақсы. Мынау кім? Жүре берсін, жаңадан алған қызметкер шығар. Балалар бөлмесінде бәрі жақсы. Аулада бәрі жақсы. Мына қызметкермен танысайық. Ей, сен, тоқта. Сен кім боласың? Мен жаңадан келген дәрігермін, опытым бар. Қателеспесем, сіз бастықсыз ғой, иә? Иә, дәл таптың, мен сенің бастығың боламын. Мен өз ауруханамды тексеріп жүргенмін. Сен мені емдеп бере аласың ғой? Иә, мен сізді емдеп бере аламын. Ана құрылғыға барып жата беріңіз. Сіздің тек тізеңіз ғана ақау бар, қалған жерлеріңіз сау. Енді отчетты тексеріп жіберейік. Отчеттарды бәрі жақсы. Жұмыстарыңызды осылай жалғастыра беріңіздер. Жарайды. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау бола қойыңыз. Ешкім жоқ па, қарап алайын. Болмаса менің құпияны біліп қоя. Ешкім жоқ екен. Жарайды, бара берейін онда. Мен осы жолмен тіке бара беремін. Осы жерден түсеміз. Міне, бұл менің құпия жерім. Кеттік. Қолымда ақша. Міне, бұл менің құпия жерім. Көптеген адамды қаза қылған, көптеген адамы жанын алған жер бұл. Бұл жерден ешбір адам тірі қайтқан емес. Менің бұл құпиямды ешкім білмеуі тиіс. Сол себепті жаңадан келген қызметкерді өз сабасына түсіру керек. Егер ол менің құпиямды білмесе, ол тірі қалады. Жақсы, шығайын. Машинам салып қойын ақшамды. Салып қойдым. Енді үйге барайын.
Үйге келдім. Есік неғып жабылмай жатыр? Жарайды, ештеңе етпейді. Үйім аман екен. Ең бастысы үйім аман болса болды. Таң атты. Енді өз шаруаларымды бітіре берсем болады. Ең бастысы оны ешкім білмесе болды. Бастық, бір күнге демалсам болады ма? Болады, бірақ тым егінісіп кетпе. Жарайды, бастық. Жарайды. Енді өзің қайта бер. Мен өз жұмысыма бара берейін. Денені және табыттарды ешкім таппапты. Бәрі ойдағыдай. Енді бұл істі жауып жіберетін адам табу керек. Әлде жаңадан келген қызметкерге жауып жіберсем бе екен? Оны ойланып көру керек. Достар, егер видеомыз ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, қолдап жіберіңіздер. Келесі бөлім тез және қызықты болатын болады.